Карантинге жіберді. Қатаң режимді сақтаймыз деген сылтаумен жұртпен таласып, тармасып жүріп, соңғы билет қолымызға тиген соң, жатақханадағы жүгімізді жиып, ауылға қарай тарттық. Билет қымбат дегеннің бер жағы. Бағасын естігенде төбе шашымыз тік тұрып, жүрегіміз тоқтап қалуға сәл-ақ қалған. Үйдегілерден ақша жеткенше таусылады. Қарызданып, қауғаланып, өмірде хал сұраспаған адамнан қарыз сұрап, тиыннан ақша құрап әлекпіз. Жалпы жағдайымыз мәз емес еді. Неге асықтыңдар дейсіздер ғой. Қаңғыбас ой жетеледі ме, әлде арманның етегіне жармасып келдік пе? Қайдам, қан базардай қайнаған тіршіліктен әбден мезі болғанда, тас қаланың тар көшелерінен тарыдай мейірім таппағанда, ата-анамыздың құшағын, студентіме деп тығып қойған тәттілерін бастан сипап, арқамыздан қағып, маңдайымыздан сүйеп еркелеткенін сағынамызда тұрамыз. Дес бермей бара жатқан мына індет халықты бүтіндей жұтып жатқанда, біз демалысқа шықсақ жақсы болар еді. Пойызға орын болмай, қайта алмай, мына қалада қамалып қалсақ қайтпекпіз деп сағымдай шұбырған ойлармен алысып жүрміз. Әйтеуір табанымыз тайпақ болып, талай кассалардың табалдырығын тоздырып жүріп, ауылымның станциясына жеттім-ау. Үйдің жалғыз қызы болғандықтан шығар, мен оқудан оралған күні қос шынарым жиған тергенін шашып, кішігірім той-томалақ жасап жіберуді әлде қашан әдетке айналдырған. Бұл жолы да солай. Көрші көлем тарасып, ән мен өлең таусылған соң, келгендердің әр қайсысының қолына сарқытын ұстатып қайтардық. Күн ұясына батар шақта самаурында қайнатып, өзіміз шай ішуге қамданғанбыз. Абыр-дабыр басылған соң, әлденіп алайық деген ой ғой. Кенет бүгіндікке судан шығып қалған жайынның аузындай ашылып, жабылып, бір тынбаған есіктен иықты келген қос мұрын, сұстылау, бірақ ашық жүзі, аздап әжім басқан кісі кіріп келді. Дастархан басындағы мен аңтарылып, бағанадан жиылмаған екі езуімді дереу салмақты кейіпке алмастырдым. Орнымнан тұрып, сәлемімді бергеннен соң, қыз басыммен ағаштай қақшиып тұрғаным ұят болар деген оймен ас үйге беттедім. Артымша анам келді. Сөйтсем, әкеммен әңгіме дүкені жарасқан, бір-біріне хал қадірінше құрмет көрсетіп, араласып, құраласып жүрген жора жолдастарының бірі ғана емес, біздің ауылдың малын бағатын, күн шыққаннан қас қарайғанша өрісте күнелтетін Шопан екен. Әрі қарай қазбалап сұрамадым да, қысқа қайырған жауапқа қанағат етіп, қайта үстел басына жайғастым. Бұл жолы көзім Шопанның басына таңылғанда кеге түсті. Сарғайып кетіпті. Көп уақыт шешілмегенде, тіпті алмастырылмаған. Не болды екен, не үшін байлап алған дейтін ойлар жүрек жарылыс пен жан күйін ішінде іштей жеп барады. Сұрау дегенді ойыңа да алма, Айжан, деп ақылдың күбірі жүректің дүбірін тыйып отыр. Көпшіліктен кейін пайда болған қапырық бөлмеде бізбен бірге терлеп, тепшіп, шайдан алып, дәм татып, жүрек жалғап болған соң қайтуға қамдана бастады. Пейілі Дархан, әкем қонып кет дегеніне қарамастан алғысын айтып шығып барады. Ұйқыға кетер шақта әкеммен сырласып, шер тарқатып, жеңілдеп алатынымыз барды. Кейде тегін ақылын төгіп, алдыма тастап жібергенде, жылдар бойы шешімі табылмаған, тұшы етіме ащы таяқ боп тиіп жүрген мәселелерім өздігінен жоқ болып кететін. Қысқасы, әкем Абайдың зересінен, Абылайдың бұхарынан кем емес еді. Кенет қызығушылық пен бала батылдығым бойымды қайта билеп төстеп, әке, үйге келген Шопанды бұрын соңды ауыл адамдарының арасынан аңғармаппын. Қалай келген, қайдан тап болған деген толассыз сауалдарды рет-ретімен жаудыра бастауға мәжбүр етті. Сөйтіп әңгіме Шопанға қарай ауысты. Әуелі әкем ауыр күрсініп, қызыл қан жұтқандай қиналып, терең бір дем алғанын аңғардым. Адамның бәрі Алланың алдында бірдей екенін қашан түсінер екен. Ағаңның есімі өмір серік. Бірақ есімі сияқты тағдыры да тәтті болғанда ғой. Көрші ауылдан алғашында ел баласы болған екен. Кейіннен екі жарты бір бүтін бір-біріне түсіне алмады ма, жоқ әлде ниет болмады ма, ажырасып тыныпты. Себебін сұраған ем, айтпады. Жоқ, айта алмады.
Тамағына тығылған ащы өксік жасырып қалды. Менің де қазбалай беруге арым жібермеді. Біреудің жеке өміріне сұқтанып қайтейін, бірақ кейін келіншегінің қайтыс болғанын айтты. Неге екенін ашып та айтпады. Қос перзенті қалада тұрады екен. Келе ме, жағдайын сұрай ма, сені неге алып кетпейді десем, ондай жылулыққа лайық емеспін деп еңсесін төмен салады. Байлардың қолына билік түссе, басынып, шекесін қысатын әдет емес пе? Арақты судай сіміріп, есінен адасып, әл дәрменінен айырылып жүргенде бір шіреген байға жалданып, мал бағыпты. Кешқұрым өрістен айдап келген 4 аяқтының бірі жоқ деп иесі байбалам салған көрінеді. Бұл бейшара хабарсыз, жауапкершіліктің жоқтығынан біреудің тоқпағына тап болып, әбден ұрынып соғылып, жер бауырлап жағдайы кеткенде айдалаға әкеп тастапты. Өлсе өмірем қапсын дегені ме, жоқ, шағымданады деп қылмысын жасырған түрі ме, бұл бейбақтың көзін құртуды ойлаған сияқты. Көрші ауылдан қонақтап келе жатып жолдан тауып алдым. Шағын ауылдың медпунктіне медбике шақырып, екпе салдырып, емдетіп, артық қылықтарынан арылттым. Осында жұмыс жасағысы келетін, қателікке бой алдырмайтынын өлердегі сөзін айтып өтінді. Ауылда жасы келген біздер үшін қандай жұмыс табылады дейсің? Қорадан әрі асып кете алмаймыз. Зейнетке шығатын уақытты сарылып күтуден басқа не қалды? Жылда көбейіп жатыр. Оған дейін алай-бұлай болып кетпесек жарар еді. Сосын мал бағып күн көр. Үйренген жау атыспаққа жақсы. Білетінісің ғой. Біздің үйден қалаған кезінде қарын тойдырып ал. Бәрібір кемпірім екеуміз ғанамыз. Қызды оқысын деп жібердік дедім. Келісті. Міне, солай қалқам. Әке, малы жоғалған бай сонша қатыгездік танытқаны несі деп сұрадым. Санасына берсін, жеткен жері сол болғаны да. Ой көрісі, иманы таяз болса, кімге өкпелейсін деп тағы бір күрсінді. Іштей патша үкіметінің замандағы бай кедейді басынған уақыт қайта айналып келгені ме деп ойлап қоям. Басына байланған дәкенің сыры да, жыры да енді белгілі болды. Шопан біздің шаңыраққа жиі келетінін шығарды. Алайда ұзын сонар әңгіме жалғап, көп сөзбен көпіріп отырғанын байқаған емеспін. Тұйықтық бар. Сыртынан уәдеге өлердей берік бір тоға адамдардың кейпіне ұқсайды. Бірақ адамның аласы ішінде дегенде жиі айтатын. Оқиғаның соңы белгілі болғанымен, қалай басталғаны маған жұмбақ боп қалды. Сөйтсем жағдай былай екен. Кейіннен өзі айтып берді. Мені құздан құлатқан, отқа күйдірген, суға батырған бір ғана ұғым болатын. Ол қызғаныш. Некеден кейін басталған махаббатқа масайрап жүргеніммен, келіншегімді көлденең аттыдан көрінгеннен қызғанатынмын. Қос перзентті тарту етсе де, күндіз түні көңілім бір көншіген емес. Күдіктеген күн өткен сайын көбейіп, таусылмайтын, бітпейтін тіпті. Кейде сүйгеніме ауыр сөз айтып артық кетіп жатамыз. Сосын жылулыққа салқындық себеміз ғой. Ішкі арпалыстың иық езер салмағы минут сайын іштей улай бастайды. Айтарлықтай себеп жоқ, бірақ көзін көгертіп, көңілін қуратып алдым. Сеніміне селкеу түскен соң менімен ұзақ тұра алмады. Тағы да үйлендім, бірақ бақ. Екінші бақ қара бақ демей ме? Тағы да жақсы жер бұйырмады. Қазір 40 жамау лашықта тұрамын деуге де келмейді, күнелтіп жүрмін. Кеудемдегі моторымның да соңғы уақытта ақауы пайда болды. Қиындық пен қасірет мені аман қойсын ба? Жиі жүрек талмасы ұстап жүр. Емделуге қалтамда көк тиын жоқ. Тәуекел, ебін тауып, есебін тауып қалаған уақытта мені де алар. Тек тынысым тарылып, демім таусылғанда жанымда ешкім болмайтынын ойласам, өзегім өртенеді. Көнбеске амал бар ма? Ағаш зембілге салып, ақ кебінге орап, жер қойнына тапсырғанда басымды қарайтын, бір уыс топырақ салатын ұрпағымнан айырылғаныма өкінемін. Ата-анаң жынды болса байлап бақ демей ме? Екі перзентімнің бірі келіп, басын иығыма қойып, қорғаным бол әке, сүрінбейтін тұяқ болушы ма еді, бәрін ұмытып, жаңадан бастасақ қайтеді. Немерелерінің қызығын көріп, қызығына тоймай ортамызға қосыл деп айтарым екен. Іздеп барғым-ақ келеді, бірақ қаланың қай түкпірінен табамын. Ақша да жоқ.
Адам дегенің болмаса, құр сүлдерім қалып, тірі өлікке айналғаным қашан. Уақыттан кері қайтар алсам, қайран жастығымдағы әр сәттің бағасын білер едім. Әттең, бірақ бұл өмір адамның айтқаны емес, Алланың айтқаны болары хақ. Тағдыр теперішіне тап болғалы, жаратқанды аузымнан тастамайтын болыппын. Кәлимамды айтып, күнде Алладан тез ана ауылға қинамай алып кеткенін тілеп жүрмін. Міне, осылай қысқа жауап қайтарған есімде, кешегінің көп қасіретін айта беруге тамағындағы ащы өксік пен даусындағы діріл мүмкіндік бермеді. Осы әңгімеден кейін көзім емес, жүрегім қоса қан жылады. Қолынан жетектеп, алып шаһардан ұл қызын тауып қауыштырғым келген. Бірақ ол кезде мен небәрі 18-ге жаңа толған, бойжеткен едім. Достар, сіздермен бірге болған Арайлым Ерсайынқызы. Дағы да тәлім тәрбиесі мол әңгімелерді жіберіп алмау үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.